Және соңғы баяндама Ақмарал Байтленова. Бұл кісі болмады. Болды педагогиканың магистрі екен, Чкалов атындағы мектептің мұғалімі екен, қарапайым мұғалім, адамзаттың бәрінше бауырым деп. Бүгінгі біздің мұғалімнің ғылыми ортаға келіп осындай қызық баяндама жасағаны біз қуандық. Себебі ғалымдар біз көп сөйлейміз, өзіміз түсінетін ғана контекстте сөйлейміз. Ал мектепте не болып жатыр? Абайды қалай оқытып жатыр? Жаңа мектептің мұғалімінің тірі сөзін, жан сөзін естігенде мен өзім қуанып қалдым. Абайды біз қазір отырып ғылыми ортада айтамыз, мақалалар жазамыз деп ғалымдар түсінетін. Ал мектептегі жаңа ауыл мұғалімнің өте әдемі баяндама жасағаны, енді шынында да біздің мектепті ұстап тұрған қазақ мұғалімдары екен ғой деп соған көзім жетті. Өте мазмұнды баяндама дайындалыпты. Бұл кісі Мекемтас Мырзахметұлын шәкірті деп санайды екен. Соған қарағанда қазіргі абайтануды оқып жүрген сауатты мұғалімдердің бірегейі екен. Өте жақсы баяндама. Гүлтас, бұл кісіні қайдан таптыңыз білмеймін. Қазіргі қазақ мұғалімдерінің мектепте осындай ізденісте жүргендердің абайды жанымен оқып жүргеніне бізге көзіміз жеткізді. Өте қызық болды біз үшін. Осы 4 баяндама, 4 баяндаманы біз 1,5 сағат талқыладық.